яғни Дима қазақша Майнкрафтер. И бүгін біз достар, короче, 4-ші бөлімін түсіретін боламыз. Тут сияқты, тут қоя, 4-ші бөлімі достар. Короче, айтқанда біз гараж салдық, ане қараңдар, ане гараж салдық, ане скелетте өзіне тұр гараж. Короче, сол біздің гараж. Енді оны айтқан, блогер айдос па сол? Айдос, айдос. Геймер айдос па? Атын ұқап тұрмын. Жағында мен экранға шығатын болады ғой. Айдос геймер достар. Білдім. Короче, енді қазір сіздерге ол айтқан болатын. Гараж машинамен деп айтқан, бірақ мен машинасын саламадым. Бірақ гараж салдым. Машинаны келесі бөлімге салатын боламын. Короче, достар, біздің жаңа скин. Прям жаңа скин. Шетелінде скин деп қойды. Мына скин таңдадым. Первый лица ойнаймыз. Первый лица ойнамасам басқа ойнайсың. Кірме деймей. Ой, басам, Амазонları өлтіреміз. Ой, әкей. Ой, черт, бір ударға шыдамай қалды. Бір ударға шыдамай тұрған адамдан скелеттен не сұрайсыңдар енді. Короче, ішіне осындай факелдер салып қояқ. Мына жерінде факел, мына жеріне де факел. Бір атып ма, атқан себелерген. Короче, бүгін мен гаражды көрсеттім, мен сендерге гараж салдым осындай. Машинаны келесі жол салам, оған көп заттар керек болады, сосын келесі жол салам. Сосын 5-ші бөлімде, короче. Енді біз неге барып қайтамыз мүмкін, короче, атмет. Созақ порталына, яғни атқа апаратын, короче, порталы бар. Соны жасаймыз обсидианнан. Короче, достар, мен сіздерге енді осыны көрсеттім. Оны короче, айтқан балаға рахмет. Айдос геймер машина. Солай, короче, достар. Ал, достар, давайте. Уже аяқталды осы видео. Ал, давайте келесі бөлімде тағы заттар салатын боламын. Ал, комментарийге салыңдар, жазыңдар, короче. Ал, давайте.